Келесі тақырыбымыз бізде сүт және сүт өнімдері технологиясының негіздері. Онда сүт жайлы, сүт өнімдері жайлы, сүт өнімдерінің технологиясы жайлы айта кетеміз. Сүт және сүт өнімдері технологиясының негіздері тағам өндірісінің ғылыми және практикалық тұрғыдан маңызды саласы болып табылады. Бұл салада негізгі мақсат жоғары сапалы, қауіпсіз, биологиялық құндылығы жоғары өнім алу және шикізатты барынша тиімді пайдалану. Сүттің құрамы мен қасиеттеріне тоқтала кетсек, сүт күрделі дисперсті жүйе, яғни оның құрамындағы заттар әртүрлі күйде болады. Май дегеніміз эмульсия түрінде, ақуыздар коллоидты ерітінді күйінде, ал лактоза мен минералды заттар шынайы ерітінді түрінде кездеседі. Бұнда қысқаша тоқтала кетсек, сүттің құрамында 86-88% су, 3/2, 4/5% май, 2/8, 3/5% аралығында ақуыз, 4/5, 5% аралығында лактоза және 0,7% минералды заттар болады. Сүттің орташа химиялық құрамы тоқтала кетсек, сонымен қатар бұл көрсеткіштер малдың тұқымына, азықтануына және лактация кезеңіне байланысты өзгеріп отырады. Сүтті қабылдау және механикалық өңдеу. Негізі сүт зауыттарында сүтті қабылдау және сақтау кезінде оның бактериалдық ластануы ерекше назарда болады. Жаңа сауылған сүтте бактериялар саны аз болғанымен, уақыт өте келе олар көбейеді. Сондықтан сүтті тез арада салқындату және өңдеу қажет. Сүттің негізгі тазалығы өнім сапасының негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Бұнда процестер сүзу, центрифугалау, сепарация, нормализация. Сүтті механикалық өңдеу процестерінде осы процестер негізгі процестерге жатады. Нормализация дегеніміз сүттің майлылығын белгілі бір стандартқа келтіру процесі. Бұл процесс арқылы әртүрлі өнімдер алынады. Мысалы 2/5% немесе 3/2% сүт өнімдері осы процесс арқылы алынады. Жылумен өңдеу технологиялары. Сүтті жылумен өңдеу технологиялары тек микробтарды жою үшін ғана емес, сонымен қатар ферменттердің белсенділігін төмендету үшін де қолданылады. Негізгі бұндағы процесстер ұзақ пастеризация, бұл дегеніміз 63 Цельсий градус температурасында 30 минут ұстау. Қысқа пастеризация, бұл 72-76 Цельсий градус температурасында 15-20 секунд ұстау. Және жоғары температуралық пастеризация болады, сонымен қатар стерилизация. Сүтті терең өңдеу барысында мембраналық технологиялар, ультрафильтрация, нанофильтрация, кері осмос қолданылады. Бұл әдістер арқылы сүттің құрамын фракцияларға бөліп, ақуыз концентраттары мен лактоза өнімдерін алуға болады. Бұл қазіргі сүт өнеркәсібіндегі инновациялық бағыттардың бірі болып табылады. Келесі тоқтала кететін негізгі сүт өнімдері бұл ашыған сүт өнімдері. Ашыған сүт өнімдерінің технологиясында микробиологиялық процестер шешуші рөл атқарады. Қолданылатын микроорганизмдерге сүт қышқылды бактериялар, бифидобактериялар жатады. Олар лактозаны ыдыратып, сүт қышқылын түзеді. Бұл өнімнің қышқылдығын арттырып, патогенді микрофлораның дамуын тежейді. Сонымен қатар пробиотикалық өнімдер адам денсаулығына пайдалы әсер етеді. Бұнда йогурт өндірісін жатқызуға болады, яғни йогурт өнімдері қазіргі кезде кең қолданысқа ие. Бұл термофильді бактериялар қолданылады. Ашу температурасы шамамен 40-45 градус болады. Нәтижесінде қою консистенциялы, жағымды дәмі бар өнім түзіледі. Айран өндірісінде енді аштық мен бактериялардың аралас культурасы пайдаланылады. Ірімшік және сүзбе өндірісі. Ірімшік өндірісі ең күрделі технологиялық процестердің бірі. Сүт өнімдерінің арасында ол бірнеше кезеңнен тұрады. Сүтті дайындау, пастеризация, ұйыту, ұйындыны кесу, сары суды бөлу, қалыптау, престеу, тұздау және жетілдіру. Бұнда процестер көрсетілген. Сүтті бірінші дайындаймыз, пастеризация, ұйыту, кесу, жетілдіру. Жетілдіру кезеңде ірімшіктің дәмі, иісі және құрылымы қалыптасады. Бұл процесс бірнеше аптадан бірнеше айға дейін созылуы мүмкін. Келесі бізде құрғақ сүт және сапа бақылау. Құрғақ сүт өндірісі технологиясы да маңызды. Ол үшін сүт буландыру және бүрку арқылы кептіру әдістермен өңделеді. Құрғақ сүт ұзақ уақыт сақталады және тасымалдауға ыңғайлы. Сүт өнеркәсібінде стандарттау және сапаны бақылау ерекше орын алады. Өнімдер мемлекеттік стандартқа басқа да сәйкес стандарттарға сай болуы тиіс. Сонымен қатар насыр
хасп жүйесі енгізіліп, өндірістегі қауіпті факторларды бақылау қамтамасыз етіледі. Сақтау және экологиялық аспектілер. Сақтау шарттары. Сүт өнімдерін сақтау шарттары да маңызды. Көптеген өнімдер 2 және 6 градус температурада сақталады. Температуралық режимнің бұзылуына, өнімнің тез бұзылуына әкелуі мүмкін. Экологиялық аспектілер. Сүт өндірісінде қалдықтарды, сары су, майсыз сүт, осы қалдықтарды тиімді пайдалану, энергия үнемдеу технологияларын енгізу, экологиялық таза өнім өндіру кезінде қазіргі заманның басты талаптарына сәйкес болуы керек. Функционалдық өнімдер дегеніміз, енді қазіргі уақытта функционалдық және арнайы бағыттағы өнімдер, бұл лактозасыз сүт, дәруменмен байытылған өнімдер, балаларға арналған сүт өнімдерін жатқызуға болады. Бұлар қазіргі таңда кеңінен дамуда. Бұл өнімдер халықтың әртүрлі топтарының қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. Бұл дәрістен шығатын қорытынды: сүт және сүт өнімдері технологиясының негіздері физика-химиялық, микробиологиялық, биохимиялық процестерге сүйенетін күрделі әрі көп сатылы өндірістік жүйе болып табылады. Бұл жүйені дұрыс ұйымдастыру, сапалы, қауіпсіз және бәсекеге қабілетті өнім алуға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.